Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Абайдың бұл өлеңінен өзімнің өмірдегі жолын тауып, өзімнің мақсат тұтқан ұстаздық қызметімді осы тұрған 25-ші мектептен бастап жатырмын. Алдағы уақытта осы домбырамен, осы 25-ші мектебімнің балаларымен, оқушыларымен тек алдыға ғана баса бермекпін. Кел балалар оқылақ, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылақ. Оқысаңыз балалар, шыңнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар деп Ыбырай Алтынсарин босқа жырлап кетпеген шығар. Бұл мектеп ордасы саналған 25-ші мектеп. Бұл мектептен әлі талай білім озаттары шығады деген үміттеміз. Ол білім озаттарына біз сияқты мұғалімдер тек өзінің білімдерін беріп, өзінің ақыл парасатымен тек алға ғана жылжу керек деп санаймын. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кембіра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп атам қазақ айтып кеткендей, бұл домбыраны сонау студент кезден жаныма серік етіп келем. Және де өзім 42-те ғана кірген осы 25-ші мектепте ертіс толқындар атты шағын балалар оркестрі бар. Келесі кезеңдерде онда толып көретін боласыздар. Әрбір жанның балалық шақтағы арманы болады емес пе? Менің тағы бір арманым театр сахнасында өнер көрсетіп, актер болу болады. Қазір қарап отырсам, сол балалық шақтағы арманымда менің оқушыларым жүзеге асырып жатқандай. Мен Бахмадияр Тоқтарұлы, сөзімнің соңын алаш қайраткерлерінің көшбасшысы болған Әлихан Бөкейхановтың сөзімен аяқтағым келіп отыр. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын.